Ұры айғыр бірінші бөлім. Лайк басып каналыма тіркеле отырыңыздар. Өзінің тарпаң торысына мінген Өтеген ауылдан ерте шығып, кептершінің сайын өрлей-өрлей қарағайлы биік тау етегіндегі үстірт көк жазық шабысының астыңғы жағындағы аш кезегінің үстіне көтерілгенде, шөбі алсындап қайта жетіліп кеткен алдындағы жалпақ ояңда қара-құра болып бір үйір жылқы жатқанын көрді. Бір қарап-ақ, мынау көршілес Октябрьдің малы ғой, деді ол. О жағы мен бұ жағы бір шақырымдай болатын бұл ойпаңды ортадан қақ жарып өтетін жалғыз аяқ жолдың арғы беткейіне қарай тырмыса түсіп жайылып жатқан 10 шақты жылқының әрқайсысын жіті қарап өтіп, оттамай өзінше елегізіп тұрған Жирен Байталға бір сәт көз тоқтатып қалды. Мынау қос құлағын тікірейтіп, арғы шеттегі жирен айғырдан көз айырмай тұр ғой, дегенше әлгі Байтал айырға бет алып жүріп еді, анау кет, менен аулақ жүр, дегендей құлағын артқа жымқырып, көзін алайта кеп қарады. Бірақ онысынан ыға қоймаған сүйріктей Жирен Байтал оған іркілісі жақындап бара беріп еді, ана дөрекі айғыр басын жерге тұңқырта еңкейтіп алып, бұған қарай тұра кеп ұмтылды. Алдыңғы жолғыдай тағы да қосаяқтап тебеме деп жасқанған Жирен Байтал жалт бұрыла берем дегенше кер айғыр сарт еткізіп салып кеп жіберді. Айғырдың тісі тәніне қатты батып кетсе керек. Байтал шыбжың етіп шетке қарай безіп шықты да, ізінше тоқтап, неге осынша қуа бересің, дегендей артына мүсәпірсіген кейіппен мойын бұрып қарады. Қап, мына байғұстың күйі келіп жүр екен-ау, Бағы байланған бұл бейшара ана Жирен айғырдың өз күндігінен шыққан тұқым болды ғой шамасы. Жылқы дегенің осындай есі де текті мал болады. Өз енесіне және өз күндігінен тараған ұрғашы жылқыға шаппайды. Октябрьдің жылқышысы Үсен де болмағандау адам. Жылқышы деген аты бар демесең, анда-мұнда салақтап, ел қыдырумен есі кетіп жүргені. Көрмейсің бе, мына жануарға дер кезінде басқа айғыр салмай обалына қалғанын, деп ойлаған сәтте ол өзі осы топ жылқының тұспа-тұсына келіп те қалған еді. Қоңыр күзге дейін әбден қоңданып жетілген тығыршықтай Жирен Байтал Өтегеннің мал атаулыны қалт жібермейтін ашқарақ көзін сүріндіріп әкетіп барады. Көзін ғана арбап алып қоймай, ішіне де құрт болып түскен тәрізді. Таптым, деді ол өзіне өзі риза боп кетіп. Жіңішкедегі жылқыға тез жетіп, кер айғырды алып келейін. Сонан кейінгісін тағы да көре жатармын, деді іштей күбірлеп. Өтеген өзгені білмесе де, жылқы малының қыр-сырын бір кісідей-ақ білетін. Ол Қызылту колхозының жылқысын өз мойнына алып бағып келе жатқалы биыл міне 16 жыл. Оны тіпті ес білгеннен бері жылқышы деуге де болады. Өйткені Өтеген шыр етіп дүниеге келгенде әкесі осы колхоздың жылқысын бағатын. Содан қашан зейнетке шығып кеткенше, яғни осы тұла бойы тұңғышын ат мінуге жараған 5 жасынан бастап 20 жасқа дейінгі аралықта жылқышылық кәсіпке әбден-ақ баулып қойған. Өтеген қазірге дейін өзінің жеке басы үшін бұдан өткен жұмыс түрі бар деп әсте ойлап көрген емес. Бір күн жылқының шұрқыраған шуын естімесе, құлағының құрышы қанбайды. Ал енді бір күн жылқы етін жемесе, қарны аш қасқырдай ұлып шыға келетін әдеті тағы бар. Сондығынан да шығар, Өтеген кеше ғана жатқанның жанын кесіп әкететін бау кеспе ұры болатын. Оны Қызылту колхозы ғана емес, көршілес Октябрь, Свердлов колхоздары, тіпті бүкіл аудан көлеміндегілердің біразы білетін. Қанша әккі ұры болса да, үнемі құтылып кете беру қайда, кейде тұтылып қалып та жүретін. Ондайда өзі топты жылқының төлеуіне қалып, кәрі әкесінің әжімді бетін қызартып, өзге жұрттың батырып айтқан сөзі ағайын туыстарының сүйегіне таңба түсіріп жататын. Жанашыр жақындары, Өтеген-ау, естіген елден ұят екен, осы ұрлығыңды қойсаңшы, десе, бұл кең-кең күліп, былай деп жауап беретін. Баяғыда бір ұры болыпты,
ол да басқа емес, тура мен сияқты мал ұрлайды екен. Оның да осы сіздер сияқты жамағайындары ұрлықты қойсаңшы десе, анау егер ет тәттілігін қойса, мен ұрлығымды қоярым дейтін көрінеді. Қандай дәл тауып айтылған сөз. Сіздер де қызықсыздар, мен қалай одан басқаша болмақпын деп ағайындарынан қымсынып қоюды да білмейтін. Әкесінің аты әке емес пе? Баласының өтеген ұры атануы 80-ге таяп қалған кейуананың арқасына аяздай батып жүретін. Бір күні қатты сырқаттанып қалып, осыдан беті бері қарай қоймасына көзі жеткен ол жылқыдағы ұлын шақыртып алып, балам, мен енді Алланың аманатын тартатын көрінем. Әкем көріңде тыныш жатсын десең, ұрлықты қоям деп уәде бер. Қане, дәл қазір айт, жауабыңды ұзақ күте алмаймын. Жан алғышым әне босағаға келіп тұр, деп өзі сұрланып кетіпті. Әкесі тап қазір өле салады деп ойламаған Өтеген кәдімгідей шошып кетіп, әкетай ай, олай деп айта көрмеші, қойдым ұрлықты, қазір өлмеші, деп жылап жіберіпті. Баласынан оңды жауап естіп, жаны жай тапқандай болған қарт, сүт пісірімдей уақыт жүзі балбырап үнсіз жатыпты да, сонан соң еш жаны қиналмастан жалған дүниеден шынайы өмір өлкесіне сапар шегіп жүре беріпті. Одан бері де 2 жыл өткен. Өтеген сол айтқанында тұрып, ұрлықты қойған еді. Бірақ оған былайғы жұрт неге екенін кім білсін, сенбей-ақ қойды. Бөрінің аузы жесе де қан, жемесе де қан демекші, тышқақ лақтары жоғалса да, осалды деп шыға келеді. Бұл да алмадым деп түзу жауап бере салмай, артына із қалдырмау үшін қанын шығармай, терісімен қоса жұта салдым, міне ішімде жатыр, деп бұлтиған қозы қарнын сыртынан сипап қоятын болған. Жаңағы жұнттай жирен байталға басқа айғыр салу керек дегендегі тапқан ақылы өз жылқысындағы кер айғырды алып келу еді. Оны сол күні-ақ әкелді. Алыстан бас бағып қарап алып, жылқы маңынан ешкімнің қарасы көрінбеген соң, жайылып жатқан айғыр үйірін жанап өте берді де, кер айғырдың жүгенін сыпырып алып, бос жібере салды. Өзі іркілісіз ары өтіп кетіп, шабыстың батыс жақ шетіндегі тұмсық тасты айнала беріп, кері қайырылып тоқтады. Осы көзден таза жер кер айғырдың ниеті, құлқы мен іс-әрекетін анықтап алмақ болып, жылқылар жаққа алыстан көз тастап тұрды. Айғыры жирен байталмен әп-сәттақ табысып үлгерген сияқты. Жылқы ішіндегі жирен айғыр ол екеуіне анадайдан мойын созып қарап қойғаны болмаса, мынау еркек кіндік баса көктеп қайдан жүр, деп жөн-жосық та сұрамай өз жайымен оттап тұра берді. Кер айғыр ішін тарта керіліп тұра қалып еді, бұл жайдан білген түйгені жоқ. Жирен байтал әлденеге ынтыққан көжімбайлықпен оған сүйкене барып, алдына көлденеңдеп тұра қалды. Мұндай майталдың талайын көріп, әбден ысылып алған кексе айғыр байталды кеудесімен итеріп қалып, таңын өзіне қарай бұрып ала қойды. Сөйтті де арбаң етіп, үстіне артыла кетіп, байталдың 2-3 күннен бері есі кете аңсап жүрген тән құмарын тарқатпаққа екілене кірісіп кетті. Айғыр деген еркек иісті жылқы дәл осындай адуынды да арынды болады деп ойламаған жирен байтал сауырын басқан зілдей салмақты еркін көтеріп тұра алмай, тәлтіректеп кеткен 4 аяғын зорға жинап алды. Дәл осы бір сәтте үстіндегі айғыр оның балғын денесін дал-дұлын шығарып, жыртып жібергендей ауырсынып та кетті. Мұндай қайратты да қайырымды еркек жылқыны ерекше ұнатып қалғаны сонша, ол енді қайда жүр десе де айтқанын екі етпей соңынан ілесе бермекке іштей әзір болып та қойды. Табиғи тән қалауын орындап болып, созалаңдай барып жерге түскен кер айғыр бір уаққа дейін сүлесоқ қалыпта меңірейіп тұра берді. Ғайыптан келе қалған жарылқаушым, менің құмарымды қандырам деп шаршап қалған жоқсың ба? Неге денеме денеңді тигізіп жақын тұрмайсың? Жарайды, өз қалауың білсін, өйтпесең өйтпей-ақ қойшы. Тек анау тұрған қайырымы жоқ, қатыгез жирен айғырдай бола көрмесең екен.
Мені қайда басасаң да ері көзіңде, басқан ізіңнен қалмай ере беруге бармын. Тек осы арадан соңғы кезде бәрі де томаға тұйық әрі мейірімсіз болып кеткен мына менің туыстарымнан аулақ кетейікші дегендей сүйкене барып қасына қатарласып тұрды. Айғыр басын көтеріп қалып, ендеше ілес соңыма дегендей байталды мойын тұсынан тұмсығымен түртіп жіберді де өзінің келген жағына қарай бұрылып жүре берді. Екеуінің ойлары бір жерден шығып, олар жирен айғырдың үйірінен біртін алыстап бара жатты. Ойына неше түрлі нәрсе келіп кетіп тұрған Өтеген кер айғыр мен жирен байталды алыстан болжалдай жүріп отырып, осы Кепе-бұлақ сайынан жіңішкеге асып түскен соң екеуін өз малындай-ақ алдына салып айдап кете берді. Бірақ оларды колхоздың жылқысына апарып қосқысы келмеді. Бұлардың балайын өткізуге Алаңбай асуының бергі астындағы оңға қарай елеусіз ғана бұрылып кететін тар қыспақ шетенді сайдан өткен жайлы мекен жоқ деп есептеді. Ит құстан аман болса, ол қыспақ сайға ана-мынау адамың ат ізінде сала алмайды. Үсен мықты болса, жирен байталын енді тауып ала қойсын. Сонда бұл не? Ұрлық па? Қайдам? Жоқ, қайдағы ұрлық? Оны кер айғыр ұрлап келмесе, өз басым ондайдан аулақпын. Бұрын ұрласақ ұрлаған шығармыз. Ол кәсіпті қойып кеткелі қашан? Кер айғыр ұрлады дегенге кім сенеді? Оны айтқан адам оттапты. Аузына келгенін тантымай жайына жүрсін. Деп, мәселені ат үстінде келе жатып ойша жайғап тастаған Өтеген айғыр мен байталды сол бетінде-ақ шетенді сайға айдап тастап қайтты. Бірер күн өткенде жіңішке сайындағы бұлақ бойында қалың қарағайдың етегінде қоңырайып көрінетін жылқышы Өтегеннің жайдақ қосына кешкі апақ-сабақта бір атты кісі келіп түсті. Бұл қайсы? Деп іштен шыққан үй иесі әлгімен құрақ көрісіп, төс қағысып амандасты. Екеуі қатарласа жүріп, атты байласымен қауқылдаса сөйлесіп, қосқа кіріп кетті. Содан түн ортасы болғанша сөздері түгеспей, күбір-күбір әңгімелері бір басылмады. Жаңа өзіңе шет жағасын айттым ғой, деп қалды бір кезде Өтегеннің өзі құралпас қонағы. Түнгі 1-2 шамасында алдыма түскен топты жылқыны дүркіретіп қуып, шәлкөдедегі менің үнемі күздеп көктеп жүретін баяғы өзің көрген үлкен базға күн шыға айдап жетсем, киіз үйдің алдында бір топ адам самаладай боп иіріліп тұр. Ішім қылп ете түсіп, тұла бойым мұздап сала берді. Түнерген түрлеріне бір қарап-ақ, бұлар мына алдымдағы малдың иесі екенін жүрегім сезе қойды. Өзің білесің, қазіргі кез адамдар тілге келіп, жай білісіп жатпастан, бірден күш жұмсауға кеткен заман ғой. Қолдарына түссем, мына пәлелер тірідей жейтініне дау жоқ. Сондықтан бұлардың құрығына ілінбей тұрып, жалт беріп тау қойына сүңгіп кеп кетсем деп бір оқталдым да, үрпейіп, есіктің көзінде тұрған бала шағамның алдында тұра қашқанды ар көріп, үн-түнсіз аттан түстім. Кесем десеңдер, бас міне деп жай басып алдарына келдім. Құрыған жерім осы болды десеңші. Жасырып жауып қайтейін. Шыны керек, өзім де солай ойлағам. Қайта әргілер Құдайына қараған момын жандар екен. Еңіреген бала шағаларымның көз жасына қарады ма, бір жолға жаныңды қидық деп, бір шапалақ ұрмастан тұрған жеріме сөмірейдіп тастап кетті. Тек мал иелерінің мықтап қойған бір талабы, күн батқанша жылқымыздың бір тал қылына қылау түсірмей біздің ауылға қайтадан айдап әкеп бересің дегенді айтты да, машиналарына отырып қонақтан қайтқандай арқа-жарқа боп кете барды. Атың шықпаса жер өрте дегендей, бұл дүниеде көпке танымал ұры болғаныңда жаман екен. Топ жылқыны Крупскаяның батыс жақ сыртындағы тауды бөктерлете қуып отырып, Нарынқолдың үлкен жолын қиып өтте шыққанымда, бір жеңіл машина сонадайдан ағызып келе жатқанын көргем.
Мен ұрлық қылған түні ай жарық болдының керін келтіріп, Сарыжаздағы бір тойдан түнделетіп қайтқан әлгі машинаның жүргізушісі мені де менің алдымдағы топ жылқының ішіндегі өзінің құла биесін де жазбай таныпты. Ұры сезіктеніп қалмасын деген оймен қасақана тоқтамай өтіп кетіп, ауылынан 2 машинамен 5-6 жігіт алып шыққан ғой, әлгі су жүрек неме. Сөйтіп олар қос Жигулимен біздің Кировқа менен бұрын жетіп, сорым қайнағанда құрулы торға өзім келіп түспедім бе, мен бейбақ. Әй, бірінен кейін бірін саулатып, тіпті мені чатастырып жібердің ғой. Тоқтап, мынаны айтшы. Сен ана Лениннің бір топ жылқысын төлейтін болдым демедің бе жаңа бір сөзіңде? Ол не қылған жылқы? Ой, сен де ұрлықты қойдым деп ымға да дымға да түсінбейтін болғансың ау шамасы. Саған мен ымтап емес, тіл жағымды безеп тұрып айтып отырмын ғой манадан бері. Лениннің бір топ жылқысы деп отырғаным, Крупскаяның жылқысын аман есен өз қолына тапсырып, кері қайтқандағы жаралы қасқырдың, яғни мына Жантай досыңның амалсыздан жасаған көжінбайлық әрекеті болатын. Бұл жорық қай жетіскен тәуекел ғой дейсің, суға кеткен талғармайды дегендей, өзінің ақыры да жақсы болмады. Алдында Крупскаяның маған бұйырмаған малын айдап үйден шыққанымда әйеліме: аналар келіп қалса, машиналарын қалқаға қойып, мені күтсін деп кеткем. Ой, аналарың кім тағы? Ойбай-ау, бағанадан бері ұйықтап отырғаннан саумысың? Өзің талай рет мал шығарып беріп, жемтікті бірге жеген Алматыдағы көкжал ше? Оны да ұмытып қалғанбысың? Бал емессің, шақ емессің. Сен былай дұрыстап тыңдасаңшы әңгімені. Ақша да керек әрине. Күз болса келіп қалды. Балалардың біреуін Алматыға, екеуін мектеп-интернатқа жіберу керек дегендей, шалқадан түсіп жатқанда аузыңа ақша өзі кеп түсір дейсің бе? Әрекетке көшіп, көкжалға звондағам. Мал болады, сәрсенбінің сәтінен қалмай жет дегем ғой, өз дітіме сеніп. Сөйтсем, сәрсенбі басқаның сәтін салса да, ұрлықты ұнатпайтын болу керек. Сол сәрсенбіге қараған түні келген малымды мына өзіме қайта айдатып барғызды емес пе? Қаншама ұрлық жасап жүріп, осы жолғыдай қорланбаған шығармын. Тура сол күні ғой, сол күні бір емес қатарынан 2 рет күйдім. Қалайша 2 рет күйіп жүрсің? Крупскаяның жылқысын қайтарып беріп, күйгеніңді білдік. Одан кейінгісі көкжалды құрғол қайтарып сорлағаның ғой сірә. Ойбай, құрғол қайтарды дегенді атама. Ол дегенің ұрылардың жазылмаған заңында жоқ масқара ғой. Шын атының кім екенін бір құдай білсін. Клишкасының өзін көрмейсің бе? Көкжал, нағыз қандауыздың өзі. Оған бір нәрсе деп уәде берді екенсің, кеудеңде жаның тұрғанда орындауың керек. Әйтпесе қырына ілдім дей бер. Сенімінен бір шықсаң, келтектей басыңды кеңірдегіңмен қоса жұлып алады. Содан ғой, Крупскаядан кері қайтқан жолда жаралы қасқырдай аласұрып, Ленинге қарай жортып кеп кеткенім. Бұл жорығым басындағы орнынан келіп, көкжалды да риза қылып жөнелтіп едім. Амал қанша, айттым ғой жаңа, арты жақсы болмады деп. Мен байқұс ақыр соңында жаптым жала, жақтым күйеге қалдым. Алғаның рас болса, өзіңе қойылған кінәні қалайша жала демексің? Ой, сарауыз балапаным-ай. Бір кезде сені де ұры болды дейді ау жұрт. Қылмыс үстінде ұсталмаған ұры ма? Ұры емес, тек мына соңғы ұрланған малдың иесі арты диірмен тартқан нағыз зілбатпан дөкей боп шықты емес пе? Әлгі қуып кеткенім тұп-тура Ленин колхоз бастығының жекеменшік жылқысы екен. Сонымен тоқпағы келісе киіз қазық жерге кіреді деп бастықтығын жасап күшпен мойындатты ма? Жоға, мүлде олай емес. О шіркіннің айғайлап, аттандамай-ақ, шаптығып шабаланбай-ақ жалғыз өзі келді де майдалап айтып отырып, жіпсіз байлап кетті ғой, мен бейбақты. Сонда қалай, алдым дей салдың ба? Қайдағы алған? Алдым деген ұры ма тәйірі? Жаңа ғана айттым ғой саған, көпке танымал ұры болғаныңда жаман екен деп. Үйде түскі шайымды ішіп отырсам, есік алдына гүр етіп, жеңіл машина келіп тоқтағандай болды. Соның артынша ассалаумағалейкум деп қара тон киген чалдау кісі кіріп келе жатты. Әликім ассалам дейін десем, сәлем берушім,
өзімнен әлдеқайда үлкен адам болып тұр. Жоғары шығыңыз деп орнынан тұра бердім. Сәлемші төрге барып отырды. Балашаға мал басымыздың амандығын сұрап жатыр. Осы кезде ғана тани кеттім. Ленин колхозының бастығы. Әкең Көмісбек қарияны жақсы білемін деп бастады ол сөзін. Соғыс кезінде мен қатарлылар кішкентай бала едік. Әкең өте мейірімді кісі еді. Жақсылығын көргенбіз, есіңде де болар. Ана жылы о кісі дүние салғанда елден естіп болса да келіп топырақ салысқанмын. Жарықтықтың жатқан жері жайлы болсын. Артындағы өздерің аман болыңдар. Бір шаруамен жоғары өтіп бара жатыр едім. Өзіңді осы базда отыр дегенді естіп, жағдайларыңды біле кетейінші деп бұрылдым. Балалар осы кішкентай ғана ма деп жымиды. Мен де күлген болып, аға, шай ішіп отырыңыз. Балалар бар ғой, Құдайдың берген 5-6-ы бар. Алды Алматыда оқуда, одан кейгілері ауылдағы мектепте оқиды. Жөн, бұларың дұрыс екен. Қайда болса аман есен, абыройлы болсын, деп бір-екі шыны шай ішіп қана орнынан тұрды. Машинасын есіктің көзінен әрегірекке қойған екен, шығарып салып тұрғанымда. Қарағым Жантай, шынымды айтсам, мал іздеп жүрген жайым бар. Жаңа үйде келіннің көзінше еш нәрсе дей алмадым. Мен бәрін сұрастырып, зерттеп біліп, індетіп келіп отырмын. Саған сес көрсетем, күш қолданам десем, бүйтіп жалғыз келмес едім. Танымайтын адам емессің. Сен алғанда мал менікі екенін білгенде жоқсың әрине. Сені сотқа беріп, түрмеге қаматайын дегенде ниетім жоқ. Жаңа келінді, балаларыңды көрдім. Менікі 14 тұяқ жылқы, 4 құлынды бие, 1 ту бие, 2 байтал, 2 тай, 1 айғыр. Олардың Алматыға қандай жолмен кеткені де маған аян болып отыр. Енді осы малдың басын түгендеп берсең, айтқаным айтқан. Екеуміз тып-тыныш ел қалпымызда қала береміз. Бұрын қылмысты адам өзі сотталса да, бала-шағасына көп қауіп бола қоймаушы еді. Қазіргі қайта құру заманында ұры-қарылар да қайта құрылып алған ба, сыбайласына кегі кетсе, оның өзін ғана жазалап қоймай, жақын жуықтарына да шүйлетін болыпты дегенді ести бастадық. Сен егер тергеуге түсіп, қала жақтағы үлкен ұрыларды көрсетіп қойып жүрсең, олар сенің бала-шағаңа зиян жасап қоюы да ғажап емес сияқты. Бала емессің ғой, ол жағын өзің де біліп тұрған боларсың. Жарайды, мен жүрейін, хабар өзіңнен болсын, деп ол да ұрмай соқпай мақтамен бауыздағандай етіп кетті. Ұзын сөздің қысқасы, ол кісінің мал іздей келгенін әйелім о бастан-ақ сезген екен. 2-3 күндей бас қатырып жүріп, ақыры ерлі-зайыпты екеуміз өзара ақылдаса келіп, Ленин колхозының бастығымен текетіреске бармай жылқысының тұяғын түгендеп беретін болып шештік. Бүйткен тегін олжасы бар болсын, осы құрғырды қоямау деймін. Ойпырай, таңданып отырсың ғой шамасы, таңданатында жөнің бар. Ұрлықты шынымен ақ қойып, кетем бе деп өзім де кейде ойланып қалам. Әй Жантай, таң атуға таяп қалыпты. Жатып 1-2 сағат мызғып алайық. Ертең тағы жол жүресің дегендей. Құрдас, оның да дұрыс шығар. Жантай өтегеннен арнайы бұйымтай сұрамаса да, ол оның не тілеп келгенін ауыз қалпетінен ақ біліп болды. Баяғыда өстіп басы шатылып қалғанда өзі де барған. Бір ауыз сөзін жерге тастамай, өзінікі ме, әлде біруден жымқырып берді ме, әйтеуір бір ту биені ләм демей жетектетіп жіберген. Ине өткен жерден жіп өтеді, кемедегінің жаны бір демекші, ұрлықты қойған екем деп, ескі достан бұлтаң етіп бірден теріс айналып кетсем, оным сатқындық болмай ма? Жирен байталда бір кәдеме жарап қалатын болды, деп ойлаған ол, қонағын ертесі шетенді сайға қарай бастап жүрген. Бір сайдан 2 жылқы, кер айғыры мен жирен байталды ғана көрген Жантай, сен ұрлықты қойдым дегенше, оның түрін өзгерттім демейсің бе? Деп кең-кең күліп алды. Ал өтеген болса, бұлар өзге жылқының кедергісінсіз балайын өткізіп жүргенін айтып, әңгімені күлкіге шаптырып құтылғансыды. Өтеген, мынау маған бір тың ой салып тұр.
мен айғырыңды қоса алып кетейін де алдына бір үйір жылқы салып берейін. Өздігінен қайырып әкете қоймаса, тобыммен айдап асудан бері қарай асырып жіберемін. Сонан соң олжаны тең бөліп аламыз. Табылған ақыл емес пе, Көрейік, деді көзіне кілең қылшығы үлпілдеген семіз жылқылар елестеп кеткен Өтеген. Ол қапелімде ұрлықты қойып кеткені де естен шығарып алған тәрізді. Тіс қаққан екі ұрының жүрамал жоспары ойдағыдай іске асты. Кер айғырды елдің, тіпті әйелінің де көзі түспейтін жерге жасырып ұстаған Жантай, орайы келген бір кеште 10 кер айғыр мен 11 тұяқ жылқыны Шәлкөде жайлауын өрлете айдап, Алтынкен жазығына жеткенде терістікке қарай кілт бұрып, үстін әжептәуір қар алып қалған кетпен асуын асырып жіберіп кері қайтты. Ертесі таңертең ел көзіне еркіндей түсіп, үлкен баласы екеуі 2 қап картопты автобустың багажына салып, баламды квартирге орналастырып келем деп Алматыға кетті. Сол кеткеннен қалада Көкжалмен кездесіп, оны Өтегенге бастап барды. Кер айғырдың Нарынқол жағынан айдап барған үйірін машинаға тиеп беріп жатып, Өтегенге: айғырыңды мініп, асудан тура асып кетейін. Амандық болса, кешіктірмей келесі партияны жіберем, деді Жантай өзеурей түсіп. Жоқ, ол болмайды. Соңғы жауған қар асуды тас бекітіп қалды. Енді тау арқылы жылқы асыру, оны ажалынан бұрын қырып алу деген сөз. Биылша сабыр сақтайық. Амандық болса, келесі жылы кер айғырдың ұрлығын қайта жалғастырып беріп, өзіміз подпольеге кетпейміз бе? Солай ма? Подполье дейсің, Әй, сенің де таппайтының жоқ ей. Бірақ қайдам, сен екеуміз тұмсығымыз тасқа тигенше ұрлықты қоя алар ма екенбіз? Хо, жарайды, мен онда мыналардың машинасымен Көкпекке дейін жетіп қалайын. Жортқанда жолың болсын, Жантай құрдас. Арада 2 жылға жуық уақыт өткен. Ауыл үшін адам түсініп болмайтын берекесіздік жайлады. Басшылардың көбі бұрынғы одақтан қалған тегін мал мүлікті молынан иеленіп, артығымен асап қалуға кірісіп кеткен. Мұндай асты үстіне апалаң топалаңнан Өтегенде тыс қалған жоқ әрине. 18 жыл бойы бір өзгермей колхоздың жылғысын баққан Өтегенді 19 жыл дегенде ұжымшардың жаңа бастығы оп-оңай жұмыстан босатып тастаған. Жылқының өзі де жырым-жырым болды. Бастықтар көбіректен, былайғылар азырақтан дегендей, бірақ күнде ту-талақайын шығарып таратып әкетті. Ел қатарлы бір жылқы тиесілі болған Өтеген құрсағы құры жатпайтын биелердің біріне құрық тастаудың орнына кер айғырдың шаужайына жармасып алып, оған ешкімді де маңайлатпай қойды. Өтегеннің де өз есебі өзінде ғой. Оның көздегені кер айғырдың күші емес, тындыратын іс еді. Айғыры өзіне пайданы еселеп қайтаратын елеусіз ұры болғандықтан да оған аш кенеше жабысқан. Бүгінде Өтегеннің ұры деген аты ұмыт болып бара жатқанмен, кемеліне келген нағыз ұры кер айғыр екенін оның өзінен басқа көп ешкім біле бермейді. Жылқышының жылқыдан шығып қалғалы бергі істейтін кәсібі түн жамылып кер айғырды 20-30 шақырымдай жердегі басқа ауылдың өрісінде жайылып жатқан азды көпті жылқының маңайына апарып тастап кері қайту. Қайтып үйіне келген соң ниеті жаман адамның тілеуі белгілі ғой. Я Құдай, бере көр деп, қара пышағын ертеден кешке дейін қайрайды да отырады. Осы уақытқа дейін өзі де, айғыр да есептен жаңылып көрген жоқ. Бұйыртса, бір күн өтіп, екінші күні келіп қалар десе, сол уақытында кер айғыр алдына түскенін шырқиырып айдап жетеді. Осыдан кейін Өтеген басқалардың түсіне кіретін жылқы етін жегенінше жеп бағады, аузынан артылғанын арзанға беріп ақшада жасап қояды. Өмір ұсынған жаңа күнкөріс тәсілдерін бұл да бір кісідей-ақ меңгеріп алған. Өзі шылқа май жеп отырса да, ауылдастарына сіңір де таттырмайды. Оның тойған мысықтай көзін жұмып, үйінен аттап шықпайтынын ел де біледі. Олардың айтатындары: Өтекең ұрлықты қойған,
Жұрт мұсылмандыққа ден қойы бастағалы бері ол да қолына таспиық ұстап құлқуаланы іліп шалып үш қайтаратын болып жүр деседі. Алайда оның бұл діндарлығы ел сенімінде жүрейін деген амалы ғана. Әйтпесе өтпелі кезеңдегі өтегеннің аңдып баққаны ел байлығы ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетіп жатқан мына аласапыран заманда одан өз шамасынша асап қалу. Ол ұрлық жылқысын көзге түсірмей сатып өткізетін базар іздеп те әуре болмайды. Алушылар мұны өздері іздеп келеді. Баяғы көкжал содан қайтып ат ізін салмай кеткенімен бүгінгі жаңа дәуірдің көкжалдары бұрынғыны кісі орнына оқынбайды десе де болады. Қазіргілер бақайшағына дейін қаруланған нағыз жендеттердің өзі. Бұлардікі ұрлық екенін де қарақшылық екенін де біліп болмайсың. Жүзін тасалап түнделетіп жүруді де қойған. Ұсталып қалам осы деп ешкімнен ығып та қоймайды. Өздері кілең рекет руынан шыққан сойқандар деседі айтушылар. Жеме-жемге келгенде берсең қолыңнан алам, бермесең күтіп тұрып жолыңнан алам деп мылтығын кезеп тұра қалғанда қалағаныңның бәрін ал деп өзіңді атып кетпегеніне мың мәрте шүкірлік етесің. Өтеген қарулы сойқандармен қапелімде жалғасып қалды да қайтар жолы жоқ, қалың дүрмекке қайдан шықсаң сонан шық деп қосылды да кетті. Тек жасы егде тартып, тәуекел ете алмай қалған ба, болмаса әкесінің аруағын сыйлай ма, өзі білегін сыбанып, түнгі жорыққа шықпайды. Бар сенері кер айғыр. Соның алдына сап, айдап келгенін ғана жан пенденің көзі түспейтін терең шатқалдар мен жыныс қорыстардың біріне жасырып, алыстан келетін сыбайластарына дер кезінде өткізіп бере қоюды ғана біледі. Өтегеннің жұмысы осындай. Ол ауылдастарының ешқайсысына да ұқсамайды. Жалғасы бар.